Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім. Менің мылтығым ата Арамс деген турецкий мылтық. Мынаны тәскілеуге шығарып едім. Қазір мен сізге көрсетейін, қалай шашып, қалай жинайтын. Мен өзім қалай мылтық тазалайтынын көрсетіп жіберейін. Бір рет сізге бір қарап жібереміз. Мынаны бір жинап қойғаным ғой, жоғалып қалмасын. Көп өтсеге. Мылтықты 6 жыл болды. Тек бір мынасын ауыстырдым. Мына байогын. Ана немен атып едім ғой, немен. Магнуммен атқанда мына жері сынып қалды. Мына артындағы именно салазкасымен жүретін мынау сынып қалды. Сізге қазір тез бір көрсетіп жіберейін, қалай мен. Мына основной механизм осы ғой, недегі. Тез көрсетіп жіберейін, қалай тазалайтынын. Мына мылтық тазалағанда, мен мынау первый очередне осыны тазалаймын бірінші. Жай мен осыны тазалағанда мылтығыңыз көпке шыдайды. Бүйтіп, емінші мынасын шығарым, мына темірін шығардым. Содан кейін мына несі шығады. Мен офисте едім ғой, мен шашатын нелерім бәрі үйде қалып қойды, сол үшін бұлай приблизительно көрсетіп жіберейін, қалай болатын. Мынаның бәрін жинап, мен уже жинап қойдым, майлап сізге бір көрсетіп жіберейін деп едім, оны қалай істейтінімді. Мынаны бүйтіп алып, мынаның бәрін шашып, мынаның бәрін майлау керек, мынаның бәрі мынау дат басып қалады. Мынаны бүйтіп, біреулер айтады ғой, фейреге салып, ыс сумен қайнатып сосын фенмен сөртіп ал деген, ол деген болмайды, потому что мына ішіндегі пружиналар, кішкентай пружиналар бар, мынаның арасында. Өте көп пружиналар бар. Соның бәрін тазалау үшін, не болып қалмау үшін бәрін не қылу керек. Бәрін бір жаймен асықпай шашып тұрсаңыз, дым болмайды, ешнесі де болмайды ғой. Мен осылай шашам мылтықты. Міне менер мынандай несі қалды, пластмасс. Мына куроктың пластмассы қалды, енді қайттан жинағанда спокойно міне бұлай. Біреуін салдым. Мынаны обязательно, мынаны бар ғой, мынаны шашқанда оның несі жоқ, мынаны обязательно несін ашып, мына екі несі бар, мына екі темірі. Мына екі темірін бұлай шығарып, мылтығыңыз көпке шыдайды да осылай тазаласаңыз. Мына екі темір шығарып, мына астында пружин бар міне, мына пружин. Мынаны шығарып тастап, мен тазалағанда, мен мынаның бәрін майлаймын. Майлағанда міне, әне көрдіңіз ғой, міне бір пружин тұр міне. Мына пружинді шығарып, бәрін сөртіп, тряпкамен сөртіп, қайттан мынаны салып, орнына, сосын оружейный май дегенді пайдаланбаймын ешқашан. Ол деген, білмеймін, мен басқаша менікі. Мен кәдімгідей простой синтетика май, машинаға қоятын майды алып, неге қойып, сосын зубочистка болсын, мынандай жұп-жұқа бір точка жарайды. Бір точкамен тамшылап, мынаның бәрін майлау керек пружиндерді. Содан кейін солай қайттан жинайсыңыз, манағандай шашқандай қылып. Мынаның бәрін сөртіп, сосын мына темірлерін орнына салып, тек жинағанда абайлаң, мына темірлер жоғалып қалмасын. Мен ойымша ата Арамс деген Қазақстанда, қазақ елінде бар сияқты. Көп шыдамайды дейді, мына мылтық. Бірақ дұрыстап тазалап не қылсаңыз, бәріне де шыдайды ол. Ешқайда да кетпейді. Міне пружинді қойдым, енді екінші несін қоям. Мынаны бүйтіп қыстырып қойып, қайттан орнына қоясыңыз.
Болды. Міне. Енді жинағанда қайттан осылай жинай бересіңіз. Мына темір, мынаны ұстап тұрады мына нені. Сосын мына жерінде пружин бар. Міне. Мына жерінде мына алып шыққан пружин, міне. Қайттан орнына қоясыңыз. Мынаны былай жабасыңыз. Басып тұрып, мынасын орнына қайттан қоясыңыз. Болды. Орнына қойдыңыз. Содан кейін мынаның ішінде пружин болады, міне. Мынандай екі пружины бар. Біреуі мына нені итеріп тұрады, предохранительді мен мынаны тазалап, мына жерден бір точка май тамшылап жіберем. Мынаны орнына қоям. Содан кейін мынаны былай салып, сосын пружинді қойғаннан кейін, тағы да бір немен бір точка май тамшылап жіберем. Болды. Мынаны сосын былай қойып, итеріп тұрып, мына пружинді итеріп жіберіп, болды, кетті. Мына ненің предохранительдің пружинін салдық. Енді мына аттарын білмеймін, бұлай темірін. Мынаны да осылай қойып, мынаны жуғаннан кейін, мына пластмасс жуғаннан кейін обязательно кептіріп алу керек, мына ішінде су қалмау керек. Мынаны орнына қойып, мына пружинді орнына қойып, содан кейін бір тамшылап жіберіп, соны ішіне салып жіберіп, мынаны қоямыз, мына темірін. Мен мынаны ұмытып кеттім ғой, міне мынаны шығармаппын ғой. Мынау да мынандай темір, ол простой, мынандай кішкентай темір. Ол ішіне етпес, ол майланып тұр. Ішіне оны да бір немен майлап жіберіп, орнына қою керек. Қайттан орнына қойдым. Енді мынаны енді орнына қоям. Міне, орнына қойдым. Енді мыналардың бәрін орнына қоям. Ұмытып кеткен, мынаның несі бар. Мынандай шеге сияқты бірдемесі бар. Мынаны бүйтіп салып аласыңдар пружинге. Болды, орнына қоясыңыз. Енді орнына қойдым. Енді ең қиыны мынаның ішінде, мынаны қою. Міне мынаны қою, ең қиыны. Ұмытып кеткен. Міне, мынау былай келетін зат қой. Мынаны бір салып алыңдар. Жұқа бір темір болса, темір салып алың. Мен құралдардың бәрін неде алып қойдым. Былай істеп көрейін. Мына темірді былай қойдым да. Ең қиыны осы. Осыны қойып алсаңыз болды. Қалғаны бәрі өз-өзімен барады. Былай қойып алсаңыз. Мына не бар ма? Мына ішіндегі темірі мынаның ар жағында алып қой керек. Мен былай қойдым. Сосын мына шегені қойып алайын. Не керек қой? Жұқа бір не. Міне қойдым тесігінде тұр. Енді мынаны итерем былай. Мынаны итерем да, ананы кигізіп жіберем. Кигіздім. Енді мынаны қайттан орнына қойып көреміз енді. Ең қиыны осы. Міне көрдіңіз ғой, мына уже болмайды. Мына уже мына жағына кетіп қалды. Мына темір, мынадан шықпау керек. Мына темір мынаның үстін басып тұру керек. Қолмен қойып көремін. Ұзындау темірім неде қалып қойды, үйде қалып қойды, оны үйде тазаласын жерде. Қазір былай қойып көрейін енді. Қиындау, енді қараймыз енді. Мынаны да қолдануға болады жалпы. Мынаны екіншісі, мынау өтіп тұрған зат қой. Енді салып алайын. Осыны тазалап тұрсаңыз, осы механизм, именно осы механизм, главная задача осы. Сосын қазір мен қалғанын көрсетемін. Қазір жинап тастайын тез. Көбіне мылтықтың атпай қалатын ішіндегі пружиналары шіріп кетіп, дат басып қалып, содан атпай қалатындай мылтықтар. Ол үшін сұрап магазинге жүгірмең, или ремонтник іздемең, өзіңіз де істей аласыңыз оны. Қиыны жоқ оның.
Нағыз түсінбей жатсаңыз, маған жазып жіберіңіз, мен сізге бәрін түсіндіріп айтамын, қалай істейтін. Біреу тамақтағанша одан да өздеріңіз жаймен істеп алсаңыз да бар. Любой мылтық адам істейді, ол Құдай істеген жоқ оны. Любой мылтықты спокойно жинап алуға болады. Міне мынау былай келді, қазір енді. Ең қиыны осы. Ең қиын жері. Қарап көрейік. Міне былай қойдым. Енді мынаны қайта орнына әкелемін. Болды, міне орнына түсті. Орнына түсті. Енді мынаны бүйтіп шолып ұстап, мынасын қоямыз. Патроник бар, атын да білмеймін. Қалай шашылып жинайтынын білемін, атын білмеймін. Болды, мынау былай тұратын зат. Мынаны орнына қойайын. Мынау үсті стакан бәрін майлап шығасыңыз бір точкадан. Көп май керек емес, ертең шаң жинайды. Азғантай май болса болды. Оппа. Асыққандық қой қасын. Мынаны былай орнына салайын. Тез-тез көрсетіп жіберейін деп едім. Көп уақытыңызды алмай. Мынау былай тұратын зат. Міне орнына келді. Енді мына темірін саламыз орнына. Болды. Енді мынаған бір точка. Мынаған бір точка май. Мынаған бір точка май. Мынаған обязательно міне. Бүйтіп тұрған міне. Бүйтіп тұрған жері. Міне. Бүйтіп тұрған жері. Қазір. Мынаған май тамыз жіберін. Мынау айналып тұрсын. Сонда бұл деген шаршамайтын зат болады. Міне. Біріншісі кетті. Оны жинағанда міне. Мынаны бәрін тазаладым мен. Мынаны көтеріп. Міне мынау көтеріп ашатын жерді бар. Мына жеріне 2 май точка. Онда жуып аласыңыз ғой. 2 май точка мен не қыл жібердің, тамыз жібердің. Енді мынау былай жиналатын зат қой. Енді мынаны тазаладық қой, мынаның бәрін. Енді мынаны былай қойып. Мынаны да сөйтіп, мына жерін тазалап, мына жеріне май, сосын обязательный вариант. Мынаның ішінде шарик бар, көріп тұрсыңыз ғой, мынаның ішінде шарик. Оны да бүйтіп басып тұрып, май тамызың, басып тұрып, үстіне май тамызың, басып тұрып, май тамызың. Міне. Мынаған бүйтіп басып тұрып, май тамызың, 2-3 ішіне май кірсін. Май болмаса жаман, май болып тұрсын. Енді жинаудың қиын жоқ. Мен сізге бірдеме көрсетіп жіберейін. Мен мына жерінде тұратын зат. Мына жерінде тұратын зат. Мен мынаны былай ашып алам. Міне ашылатын жері. Көрдіңіз бе міне. Қазір жинамай қойып, бір көрсетіп жіберейін. Міне. Мына пружинді шығарып алып, мына пружинді жаймен бүйтіп айналдырып тазалап алам. Содан кейін мынаны орнына қайттан қоям. Мынаның ішінде жуып алам. Мынау итеріп тұратын несі. Содан кейін мынаны былай үстіне салып, қайттан орнына қоям. Міне қайттан орнына қоям. Болды, мына тұрады. Осылай, мына артын осылай тазалайым. Содан кейін мынаны ашып алам. Мынаны ішін жуып алам. Мынаның пружинасы. Оны да тазалап алам. Ерінбесеңіз таза болады мылтығыңыз. Міне мынаны да тазалап алдым. Болды. Мынаны да солай. Мынаның несі, мынаны майлағанда, мынаны көтеріп тұрып, мына жерге май тамызу керек. Мына жеріне міне. Мына жеріне май тамызу керек. Мынаны бүйтіп қойып, май тамызу керек. Болды, көрсеттім сізге. Енді осылай тазалаймын мен мылтығымды. Қазір кәскілегеннен кейін көрсетейін қалай болатын. Майдың қалай болатыны бәрін. Содан кейін өздеріңіз қарайсыз. Ұнаса қараңыз, ұнамаса өздерің білin. Сау болыңыз, аман болыңыз.